екен. Күйеуіммен ажырасып едім бүгін. Өтірік бір бөбені ұрлап кетем да, болды содан тудым деп айтып саламын. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Достар, менің де сіздерге бір күшті жаңалығым бар. Ол қандай жаңалық десеңіздер, енді менде мынандай дәу шар сияқты болған іш жоқ. Достар, бұл ішінде негізі бөбе жатқан. Ол бөбе міне аяқ астымен фукет туып алды ғой. Бұл бөбе қыз деп ойлайсыздар ма, бала деп ойлайсыздар ма деп айтқан едім ғой достар. Енді кім деп ойлайсыздар, точно жазып кетіңіздер комментарийге, лайк басып кетіңіздер. Достар, подписка обязательно істеп кетіңіздер. Мен сіздерге айтатын боламын, қайсысы көп жене деген көрейікті айтады достар. Қыз деп ойлайсыздар ма, бала деп ойлайсыздар ма? Алдыңғы салған видеода қыз деп ойлаймын деп көбісі жазды. Осы видеоның просмотры 50 мыңнан асатын болса, мен сіздерге жынысын айтатын боламын. Қыз ба, ұл ма? Енді біз бүгін роддомдамыз, ертең шығатын шығармыз, наверное. Достар, енді сіздерге бір айтатын нәрсе болып тұр. Қазір бөбелер сондай жоғалып отыр екен ғой, роддомда бөбе жоғалады деген нәрсе бар екен ғой. Сен білесіздер ме сондайды? Яқта еще жаңағыдай врачтар айтып қойды, біреудің бөбесі жоғалып отыр, біреудің бөбесі жоғалып отыр деп қойды. Сонымен апыр-топыр болып кетті. Құдай сақтасын, сонымен естіп алып, бөбеміздің қасынан шықпай отырмыз. Жақта еще шайымыз бар, шай ішіп. Енді енді жоғалып кетпейтін шығар бөбеміз, қарап отыр ғой, бүкіл жер камера, қазір заман дамыған. Жоғалып кетпейтін шығар, Құдай сақтасын. Ал достар, бүгін менімен бірге 24 сағат роддомда бірге болыңыздар. Давайте, достар, комментарийде аямаңыздар. Достар, енді оның бәрі өтірік шығар, роддомда ойбай бала жоғалу деген бәрі өтірік әңгіме деп ойлаймын. Біз әшейін қорқытып жатыр деп ойлаймын. Потому что бүкіл жер камераға негізі кетіп қарап тұрсаң ше, Құдай сақтасын, енді баламызды ұрлап кетпейтін шығар. Енді сіздерге достар, мен көрсетемін. Мына айтпақшы, мына жақта да бөбешкалар жатыр. Жалғыз мен ғана туған жоқпын, біраз бөбешкалар жатыр. Сіздерге енді роддомдың ішін көрсетіп жайын. Салдырды достар. Мынау коридор, мына жақта асхана бар. Осы жаққа келіп тамақ ішеміз. Мына жақта шай ішетін жер бар. Тарадан дейсіз. Айтпақшы, одан кейін достар, мен мынандай жерін қараңыздар, байқайсыздар ма? Ісіп тұр, екі арасы. Потому что мұздай су ішкеннен, прям қатты салған су ішкеннен мына жердің бәрі ісіп кетті. Мен күйеуіме ақша үшін байға шыққанды білмей, и то ұйықтаваттым деп, өтірік роддомға кеттім деп кеттім мен оған. Бірақ на самом деле мен ұйықтават емеспін ғой. Енді мынандай бір бөбелерді ұрлау керек болды маған. Кімнің бөбесін ұрласам болады екен? Мына жақта бір келіншек бір әдемі бөбе туып деп еді, соның баласын ұрлап кетейін ба? Бірақ күйеуім біліп қоймау керек, күйеуім біліп қойдым, ақша үшін байға тигенді біліп қойдым болды ғой. Білмейтіндей жағдай істедім. Болмайтын ұрай, ойлан. Біреудің бөбесін ұрлап кету керек. Біреудің бөбесін ұрлап кетейік. Кім бөбесін ұрлаймыз бірақ? Бөбелердің фотолары көп екен. Үшінші балаларға көрейік, бөбелер бар ма екен, жоқ па екен? Мая, мына бөбелер деген тола ғой. Қайсы бөбені ұрлаймыз? Мамалар ұйықтап жатыр ма екен? Мына біреусінің мамасы жоқ екен. Мына да біреусінің мамасы жоқ екен. Мыналар ұйықтап жатыр екен. Бөбені ұрлап кетсек болады екен, қайсы бөбені ұрлап кетсек болады екен. Бөбе де әдемі екен. Бөбе де әдемі екен. Жақсы болды, күйеуіммен ажырасып едім бүгін. Өтірік бір бөбені ұрлап кетем да, болды содан тудым деп айтып саламын. Мен ақша үшін байға тигенін білмеу керек қой. Так, мына бөбені ұрлап кетеміз ба? Сонда жақта ешкім жоқ па екенін көріп алайық. Камераға түсіп қалмайық. Ешкім жоқ сияқты ғой. Бірақ бір жағынан ойлап қойдым, бұл бөбелерді ұрлап кетсем, ертең асырау бар, бағу бар, қағу бар. Қалай болады екен ол жағы? Бірақ мен күйеуім ақшасы көп қой, өз бағып, өз қағып алатын шығар бала десем. Ол деген жанын береді ана бұл.
Büyüsün alıp gidelim ba deptim sonra. Ой, қалай алып шығамын мен мына жерде. Ана жерлерде біреулерінде камера тұрған сияқты. Мына жақта да бар ау деймін камера. Мына жақта да болу керек. Қазір барлық жердің бәрі камера ғой. Қалай алып қойсам болады екен? Күйеуіміз бағып алады. Мен главный апарып берсем болды ғой. Главный менің өтірігім ашылып қалмаса болды. Ой, балалар ұйықтап жатқанда бір бөпені ұрлап кетейін. Көп сөзі тұра бермейін. Тюта маған мынау бөпе ұнап тұр. Осы бөпені алып кетем ау деймін. Шебей алып кетемін. Жыламайтын шығар. Қалай көтеретін бөпе дегенді өзі. Шебей. Ешкім жоқ па? Бақытыма орай ешкім жоқ екен. Қашайын. Ал достар, біздің деген енді жаңалық осындай. Сағат деген 11 болды. 11-ден кетті. Құрсын жатайық. Пешкаларының бәрі қойып қойыпты. Өлі, мен бөбем қайда? Бөбем қайға кетіп қалды менің? Даланың бәрінде бөбесі бар, мен бөбем қайда? Бөбем қайда менің? Олай деген рас па не? Өтірік деген сияқты еді ғой. Бүкіл жерде камера еді ғой. Бөбем келмейді. Білмейді мен. Бүкіл бастықтарға айтамын, камераны өткіз деймін. Бөбем жоқ қой, үйдегілерге не айтамын? Мына камераның бәрі істеп тұрған жоқ па? Бастықтарға айтамын, мен камераны ашсындар деймін. Ал достар, бұл сіздерге деген менен пранк. Өтірік айтамын, құрсын, ондай адамда бала жоғалу деген тема жоқ. Бүкіл жерде камера, бала жоғалу деген невозможно нәрсе. Құдай сақтасын енді. Міне, бірақ мен осындай бөпешка туып алдым. Достар, енді менде іс жоқ, міне ішінен мен босандым. Бөпем жоғалған жоқ, бұл мен сіздерге деген пранк. Так что пранкқа ілінген болсаңыздар, пранк өткен болса лайк, комментарий аямаңыздар достар. Ал всем пока. Ертең бізде выпуска болады. Мен выпускадан тек кішкене үзіп видео салатын шығармын. Былай түсіріп жүретін уақытым жоқ. Ал достар, видео ұнаған болса лайк, комментарийлеріңізді аямаңыздар. Мен шай ішіп алайын. Ал всем пока.